Алматы қаласы коронавирустың таралу бойынша сары аймаққа кірді. Елімізде стелс омикрон штаммы көп таралып жатыр. Алматы сары аймаққа кірді. Бұл жаңалық қала тұрғындарын дүрбелеңге салды. Мен естімеппін, мен енді естіп сізден. Естіген жоқсыз ба? Жоқ. Ал енді негізі сары аймаққа кірген естідіңіз, енді не ойлайсыз? Қорқынышты ма? Қорқынышты, иә. Күн ыстықта маска кию өте қиын. Мысалы тұмаумен де ауырамыз ғой, оға дейін де ауырдық, талай ауруды да ауырып жатырмыз, әйтеуір Құдайға шүкір. Басқа түссе көреміз көпшілікпен бірге. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният елімізде маусым айының ортасынан бастап коронавирус инфекциясын жұқтырғандар санының артқанын айтқан еді. Ал науқастардың 80%-на жуығы індетке қарсы екпе алмағандар және соңғы екпеден кейін 6 ай өтіп кеткен адамдар екен. Негізгі себеп осы ма? Вакцина алудың қазіргі таңдағы маңыздылығы, мына коронавирустың қазір қайта сары аймаққа өткенімізден бастап бізде дабыл қағып жатырмыз дәрігерлер. Себеп кейбір науқастар, жаңа өзіңіз айтқандай, 6 ай алдын алған, ревакцинация алмаған, ал кейбір жағдайларда мүлдем вакцинация өтпеген кісілер, осылардың бәрі ауруханаға түсуі қазір анықталып жатыр. И күннен күнге статистикалық цифралар өсіп жатыр. Яғни коронавируспен сырқаттанған науқастардың саны көбею үстінде. Бұл дегеніміз, яғни иммундық жүйенің қалыптаспауы біріншіден коронавирусқа, екіншіден коллективті иммундық жүйенің қалыптаспағандығы. Яғни вакцинация алмаған себепті осы ұжымдық иммундық жүйенің қалыптаспауынан ауру санының көбеюі бақылануда. Алматы қаласының бас санитар дәрігері Қасымхан Алпысбайлы 7 маусымнан бастап карантин шараларын енгізді. Онда 6 ай сайын қала тұрғындарын вакцинация, ревакцинациядан өткізу, науқастармен байланыста болған адамдарды онлайн жұмысқа көшіру, сонымен қатар адам көп жиналатын орындарда, жабық нысандарда маска режимін сақтау шаралары қарастырылған. Тіпті шалдығып қалған жағдайдың өзінде вакцинацияланған ағза аталған вируспен күресуі жеңіл түрде өтеді және аурудың асқынуларының алдын алу болып саналады. Емдеу шаралары бұл жерде аурудың ауырлық ағымына қарай, яғни қандай ауырлық дәрежеде жүріп жатыр. Жеңіл, орта, ауыр дәрежесі, яғни ауыр дәрежесі, орташа ауырлық дәрежелері жас ерекшелігіне қарай, мысалы үлкен жастағы кісілер мен жас балаларды орташа дәрежедегі ауырлық болғанның өзінде стационарлық емге жатқызылады. Дегенмен қазір жаз мезгілі, демек саяхат пен демалыстың уақыты емес пе? Біз қазақстандықтар үшін шектеу көп қойылмайтын алыс жақын мемлекеттердің тізбегін жасадық. Түркия. Түрік ағайының жеріне бару үшін визаның да қажеті жоқ. 90 күнге дейін емін-еркін жүре бересіз. Ағымдағы жылдың 1 маусымынан бастап вакцина құжатында ПТР тесттің оң нәтижесіне талап етпейді. Бұл тізімге Мысыр, Грекия, Италия, Мальдив және Доминикана аралдары кіреді. Дегенмен карантиндік талаптарды сақтамасақ, эпидемиологиялық ахуал күрделене түсетіні анық. Бетперде тағып екпе алыңыз деуден жалықпаймыз. Өзіңізге, жақыныңызға жанашыр болыңыз.